Ассалаумағалейкум жігіттер, қош келдіңіздер. Өздеріңмен бүгін жүздескеніне өте қуанып отырмын. Есей бауырымыз Астанадан келіп отыр. Сол жақта бір ай болып, қазақ спортын біраз насихаттап, әлем спортын насихаттап, енді бүгін Алматыға келіп, Алматы тұрғындарымен қауышып отыр десек болады. Руслан бауырымызды бүгін кездесіп отырмыз, өте қуаныштымыз. Енді бүгін өздеріңізбен мынау қазақ футболы туралы әңгіме айтқымыз келіп отыр. Бірақ одан бұрын кішкене мынау жақында ғана әлем чемпионаты өтті ғой, Катардағы әлем чемпионаты өтті футболдан. Соған кішкене шолу жасасақ, сол істің басы қасында болдыңыздар. Есей, өзің бір ай бойы комментатор болдың. Енді менің ойымша бұл әлем чемпионаты қанша жұрт жемқорлыққа белшеден батты, FIFA анау мынау деп әңгіме айтқанмен бәрібір өте жоғары деңгейде өтті. Өйткені жалпы 4 ойында ғана есеп ашылған жоқ қой, 0-0. Бұл енді Ресеймен салыстырғанда көптеу, Ресейде бір ғана ойын 0-0 болған. Бірақ нәтижелік жөнінен ешқандай кем болған жоқ. Оның үстіне жаңағы ұйымдастыру жағынан, ең бастысы локация жағынан өте мобильді, өте бір жақсы чемпионат болды. Әрине қыстың ортасында өтуі кішкене жанкүйерлер үшін ыңғайсыздау болды. Өйткені мысалы солтүстік елдер көп жағдайда енді бұл кезде белшеден қар кешіп жатады да, ал мына жаққа барғанда 30 градусты 40 градусқа тап болды. Мысалы тіпті Франция құрамасының кейбір ойыншылары кезек тұмауратқан сәттері болды мысалы. Сондықтан бұл жағынан кішкене оңайлау болған жоқ. Бірақ менің ойымша жалпы осы араб елдерінде өткізілген өзінде бір үлкен жақсы нәрсе болды негізі. Бұл әдетте әлем қай жерде әлем чемпионаты өтсе де алаулатып жалаулатып кеудесін жалаңаштап жетіп баратын. Ал бұл жерде кәдімгі, бұл жердегі негізгі талап адамды сыйлау екен, адамға құрмет көрсету, яғни тәнді жалаңаштамау, сөйтіп өзіңді былай жұртқа әйгілемеу екенін белгілі бір дәрежеде сезініп қалды деп ойлаймын. Әрине бұл жерде ислам құндылықтары анау деп әңгіме қозғауға болатын еді, бірақ жалпы исламды айтпаған күннің өзінде адами тұрғыдан бұл қаншалықты жат екенін және өздерінен басқа да әлем бар екенін жалпы жұртшылық сезінген сияқты деп ойлаймын да. Осы ойындарды көріп отырғанда не сезіндіңіздер? Не түйдіңіздер? Мен мысалы көп жағдайда мына 4-3 нұсқасының өміршең болғанына таң қалдым да көп жағдайда. 4 қорғаушы, 3 орталық жартылай қорғаушы, 3 шабуылдаушы. Мұндай жағдайда көп шабуылдаушы 3 ойыншының екеуі вингер ретінде болады да. Сонда мына латераль дейді, екі жақта қорғаушы түгел қапталға жауап беретін болады. Осының рөлі өте артып кетті біздің футболда. Мысалы Тео Эрнандес, Дензел Думфрис, жаңағы Аргентина құрамасындағы Талефико, содан кейін Молина сияқты қорғаушылар, мысалы Ашраф Хакими, Хорватияда Юранович дейтін қорғаушылар, мысалы біресе шабуылда жүреді, біресе қорғаныста жүреді. Демек бұл шабуылдайтын мысалы Месси немесе Гризман сияқты, Осман Дембеле сияқты қапталдан шабуылдайтын ойыншылардың былай қолын шешіп береді екен да мұндай жағдайда. Сонда алаңда бір 11 емес 12-13 ойыншы жүргенде әсер болады екен. Бұл шабуылдаушы футболға өте жақсы да. Маған осы негізі көбірек ұнады. Әдетте мына тіпті мына 3-ші орын үшін болсын немесе жартылай финалда болсын Хорватияның немесе Марокконың 3 орталық қорғаушымен ойнаған кезі болды. Бірақ өз қақпасына гол жібере салды да қайтадан жаңа шабуылдаушы нұсқаға көшті да. Сондықтан менің ойымша бұл енді бір керемет тактикалық жетістік болмаса да осы әлем чемпионаты шабуылға сүйенген футболдың жеміс беретінін ұқтырған сияқты. Осы мына жақында ғана өткен Катардағы футболдан әлем чемпионатын бәріміз көрдік, бүкіл әлем көрді, Қазақстан жұрты көрді. Өзіміз бір алыстағы, өзіміз білмейтін бір мемлекеттің командасына қолдау көрсетіп жанкүйер болдық. Осы кезде өзіміз іштен ойладық, қазақ футболшылары неге қатыспайды осындай додаға, қашан қатысады екен деп. Жалпы қазақ футболы қалай дамиды? Неге дерге? Неге қазақ футболының көсегесі көгермей отыр? Қалай ойлайсыздар? Енді қазақ футболының дамуына бірінші кезекте кешенді жұмыс істеу керек қой. Әрбір қазір премьер лигада ойнайтын командалардың 12 команда болса, сол 12 команданың жеке академиясы болу керек. Сол академияларда кем дегенде 500 баладан ойнау керек. Сонда 6000-7000 бала кәсіби түрде айналысатын болса, Қазақстан бойынша 10-15 жылдың ішінде қазақ футболшылары да әлем және Еуропа чемпионаттарында ойнап қалуы әбден мүмкін. Ал енді қазір отыра қалып, Қазақстан құрамасы жайдан жай қараптан қарап тұрып, ондай жарыстарға қатыса алмайды. Өйткені мысалға база жоқ та көбісінде. Қазір Қазақстанда екі ғана, мен қателеспесем, 2-3 жерде ғана футбол академиясы бар, ол Қайраттың академиясы бәрі білетін. Сондай-ақ Шымкентте Биіктің базасы бар, оңтүстік академиясы. Және қазір соңғы 2-3 жылда Қостанайда жабық кешендегі футбол орталығы ашылды. 3000 адамдық стадионы бар. Тобылдың өзінің орталығында қазір балалар жаттығып жатыр. Оның өзі академия емес, бірақ соның өзінде
футбол ойнауға, қыста да футбол ойнауға мүмкіндік бар. Ал енді сондай орталықтар Қазақстан бойынша болса, онда салыстырмалы түрде есеп бойынша бір 10-12 жылдың ішінде сол 7-8 жастағы балалар 18-20-ға келіп, сол жігіттердің бір нәтиже шығаруға болады. Есейін мырза. Менің ойымша, мен Русланға қосыламын, бірақ ары қарай дамытып кетуге болады. Мысалы, инфрақұрылым нөл бізде. Шынында да әлемдік деңгейде футбол матчын өткізетін бізде 2-ақ стадион бар. Алматының орталық стадионы және Астана арена. Бұл жерде Алматының орталық стадионы жалпы локация жөнінен шалғай. Оған екінің бірі ат басын бұра алмайды. Әйтпесе Қазақстандағы ең газоны, шөбі өте әлемдік талапқа сай келетін жалғыз стадион осы ғана. Ал басқа стадионды көрсеңіз, мысалы Тараздың көктемде және күздегі ойынын көрсеңіз, болмаса Шымкенттегі Қажымұқан стадионының көктемдегі күздегі қалпын көрсеңіз, сарғайып, быт-шыт болып жатады. Қызылордада 40 градустық болып тұратын Қызылордада жасанды алаң. Мысалы, Атырауда жасанды алаң, Қарағандыда жасанды алаң. Кімнің Ақтаудың стадионы Жасқанат деген тіпті ол үлкен футбол ойнауға жарамайды деп қанша футболшылар қарсылық білдірді. Павлодарда Ақсу ойнап жүрген стадион жасанды алаң, мысалы қарасаң. Және ол жасанды алаң шамамен 1-1,5 жылдан кейін сапасы бітеді де, оны қайта ауыстыру керек. Бізде ауыстырмаймыз, 3 жыл, 4 жыл ойнайды. Футболшылар мысалы біресе жасанды алаңға шыққаннан кейін, біресе табиғи алаңға шыққаннан кейін олардың жарақаты көп болады мысалы үшін. Сондықтан менің ойымша бізде инфрақұрылым нөл. Инфрақұрылым. Тіпті алысқа бармай қойық. Астанада, егер Астана аренада мысалы өзіңіз білесіз ғой, 2020 жыл ма екен, Димаш Құдайбергеннің концерті өтетін болған кезде Астана барып Павлодарда ойнады мысалы. Сонда қосалқы алаңда жоқ, сонда Астананың ойнайды. Көрдіңіз бе? Қажымұқан атындағы стадион енді сүріліп, оның орнына басқа стадион тұрғызылады деп жатыр. Оған қашан жететінімізді білмейміз. Ақтөбеде жақсы стадион бар, Қобыланды Батыранда. Бірақ моральдық жағынан ескірген. Оған да жаңа стадион керек. Әйтпесе таза футбол стадионы болды мысалы. Осы тұрғыдан келген кезде, мысалы Жетісуге айтты, Жетісу командасына айтты: міне бір жыл сендердің қосалқы алаңдарың дайын емес, сондықтан үш ұпайларыңды алып тастаймын деді. Сол міне жыл сайын қазір үш ұпайын алып келе жатыр да. 3 жыл болды міне. Ешқандай алған балы басу жоқ. Әшейін сонда менің ойымша қазақстандық клубтар айтсаң жек көреді. Бір жыл, бір маусыммен ғана өмір сүреді. Және бір маусымның өзін дұрыстап ұқсата алмайды. Мысалы Атырау командасын қараңыз. Жыл сайын құрама ауысады. Әр ойыншымен бір ғана келісімшарт жасасады да, оның жартысы жарты маусымнан кейін жоқ болады. Одан кейін жартысы келеді, ол бір жылдан кейін бір жылға жетпей жоқ болады мысалы. Сонда жергілікті футболшыларда мысалы Асылбек Сейітқалиев бар, болмаса анда-санда бар Бауыржан Тұрысбек деген сияқты балалар ойнап тұрды. Мұқағали Пангрей деген бала шығып еді. Ол да мысалы үшін Оқжетпеске ауысып кетті. Нұрболат Қалменов дейтін бір қақпашы бар, бірінші қақпашы бола алмайды, үнемі орнын басқаларға босатып жүреді. Осындай 3-4 футболшы бар, қалғандар кәдімгі қорғаушысы ма, жартылай қорғаушы ма, шабуылшы ма, айланады да жатады. Қызылжар да сондай. Мысалы Қызылжар бізде биыл Еурокубокта ойнады, Қазақстан намысын қорғады. Бірде-бір қазақстандықсыз ойнады сол. Жақсы ма өзімізге? Мына Еуразиялық одақ деген сылтауратамыз да қазір. Арменияның, Беларусияның, Ресейдің ойыншылары және мықты емес, ортаңқол ойыншылар келеді да, қазақстандықтардың орнын басады. Біздегі талап бойынша 11 ойыншының 5-еуі қазақстандық болу керек. Қалған 6-ы легионер бола берсін. Сонда 5-еудің орнын армяндар, орыстар, беларустар басады да, әумин Аллаху акбар. Біздің қазақтың балалары жоқ. Енді міндетті түрде легионерлер шақыру керек па? Неге сол ақшаны өзіміздің қазақ балаларына жұмсамасқа? Бұл жерде орыс тілінде мынандай бір әдемі сөздің тіркесі бар. Сиюминутный результат. Осы сәттегі нәтижеге жетуге тырысады. Мысалы Қызылжар командасы Андрей Карповичтің кезде 4-ші орын алды, Еурокубокқа жетті, ал былтыр жетті, ал биыл команда түгел шашылып сала берді. Әйтеуір Осиек деген команданы артқа қалдырып, кішкене Хорватияның бір мықты командасын артқа қалдырып, кішкене абырой болды. Әйтпесе Қызылжарыңыз биыл премьер-лигада әреңдеп жан сақтады мысалы. Демек бізде осының бәрі ақша сындыру айналып келген кезде. Мен бір тіпті естігенім бар, бір енді қай команда екенін айтпай қойын, айтсам және оны дәлелдеуім керек болады. Bir команда Түркиядағы оқу жаттығу жиынына барған кезде осындай бір, енді ол кезде салқын ғой, қыс кезінде. Сонда бой жылытатын шай, сосын оның үстіне бір бутерброд, соны 138, $116 деп бағасын көрсеткен. Бұл не сонда алтын ба мынаның ішінде жатқан сон жоқ, $116 кофе ішетін, чай ішетін. Ол әшейін бізше айтқанда бір 300 теңгенің заты. Ал оны сіз 57-58 мың теңгеге алып ішесіз сонда. Сонда бұл мемлекеттің ақшасы демек жеке қалталарға кетіп жатыр деген сөз. Әттең оны біз дәлелдей алмаймыз. Өйткені қолымызда құжат жоқ. Ал жақында спорт радар дейтін телеграм арнада осы үлкен футболшыларға бөлініп жатқан ақша салынды. Сонда жаңа құжаты салынды. Сонда мемлекеттің ақшасы сұмдық далаға кетіп жатыр бұл мәселеде. Мысалы, Тараз дейтін командамыз мысалы. Атырау жаңағы айтып отырған. Қызылжар, осылар жыл сайын қарыз болады. Жыл сайын қарыз болады, әупірім деп келесі жылдың бюджетімен биылғаны жауып, одан міне Ордабасы қазір 2-3 миллиард қарыз мысалы. Бақтияр Байсейіттің кезіндегі. Мен бір ақпарат көздерінен оқығаным бар. Жыл сайын осы қазақ футболына 30 миллиард теңге бөлінеді екен. Бұл қомақты ақша ғой. Бұның бәрі қайда кетіп жатыр сонда? Мынандай нәрсе ғой. Ақшаны бөлінгенде, мысалы, Қайратқа
өзінің басшысы Қайрат Боранбаев ұсталмай тұрған кезде тәуір жақсы көңіл бөлді. Енді 2012 жылдан бастап қазір Қайрат инфрақұрылым жағынан әлемдегі ең алдыңғы клубтардың қатарында. Ол тіпті Барселонада жоқ инфрақұрылым Қайратта бар, Құдайға шүкір. Бірақ осыған мысалы мемлекет 30% қатысады Қайратқа. 30% деген шамамен бір 800 миллион теңге береді оған. Ар жағындағысы жеке қалтадан шығады, Ал жаңа Ордабасы, мен айтып отырған Қызылжар, Атырау, Тараз бәрі тек мемлекеттен өмір сүріп жатыр. Жоқ деген команда 1 миллиард 200 мың алады қазір. Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы жарлығы бойынша сол спорт клубтарына бөлінетін, футбол клубтарына бөлінетін ақша 1 миллиард 200 миллионнан аспау керек деген шарт бар. Әйтпесе біздер 3 миллиард 5 миллиард алып болатын еді. Әрең так-такпен әрең отыр, көрдіңіз бе? Сондықтан осының бәрі қайда? Ұлттық құрамада Құдайға шүкір 7 қазақ алаңға шығатын күнге жеттік. Анау біздің легионерлеріміз Бахтияр Зайнутдинов, жаңағы Ян Вараговский, Нұралы Әліп бар. Солар тәп-тәуір командаларда ойнап жүр. Яғни алғышарттар бар. Бірақ жеке қалталарға кетіп жатқаны. Неге осы жаңағы бүкіл қаржыны мемлекеттің мойнына іліп қоймай, жеке тұлғаларға бермеске осы қазақ клубтарын? Ол мынандай сылтау айтады. Жоқ, әлде бізде футболдың акционерлері жоқ па, табылмай ма? Бізде футболды сата білмейді. Ой, біз жанкүйер аз келеді дейді біріншіден. Екіншіден стадиондардың смотрибельності жоқ, көрімділігі, әдемілігі жоқ деген нәрсені айтады. Үшіншіден билет сата алмайды дұрыстап. Мысалы, енді алысқа бармай қойын, осы жазда Қазақстан барысын жүргізуге бардым да, Қазақстан барысы аяқталғаннан кейін Астана мен Мақтааралдың арасындағы матч тура бір 15 минуттан кейін басталды. Мен жүгіріп Барыс аренадан жүгіріп аренаға кіре салып билет алдым. Сөйтсем, қарғадай балалар тұр, билетті қолдан сатып жатыр. Ешқандай цивилизация, өркениет жоқ ана жерде бар ғой. Енді ол өзін-өзі сыйлайтын клуб ондай нәрсе жібермеу керек қой. Мысалы, Қайрат ешқашан қолдан сатқызбайды билетті. Енді сыртта жүріп сататын шығар, бірақ ана стадионның ішінде өйтіп сатқызбайды мүлде. Сондай өркениет болуға тиіс. Біз әшейін біреу істеп беретін сияқты көріп жүрміз да оның бәрін. Ал шындығында ол өзімізден басталады ғой. Ал мысалы Ордабасы мен Ақсу футбол ойнап жатады, сөйтсе жел тұрады да, Ордабасы Қажымұқанның стадионының бір шатырды алып келіп тура балалар жүрген жерге құлатады да. Мысалы, бұл не сұмдық бұл мысалы? Бұл масқара ғой. Демек біздің ешкім ештеңеге қарамайды деген сөз бұл шыны керек. Руслан, сіз қосыласыз ба? Әрине, бұл жерде енді 30 миллиард теңгенің айтқаныңыздың сөзіңіз жаны бар. Расымен де мемлекет тарапынан қолдау болмаса, менің ойымша қазақ футболы одан сайын құлдырап кетеді. Яғни ешкімде қазақ футболына ақша салғысы келмейді. Өйткені ол пайда алып келмейді. Тіпті Қайрат Боранбаевтың Қайрат футбол командасының өзі қаншама ақша салды, тіпті 25-30 миллион долларға дейін барды бір жылдық бюджеті. Оның өзінде ол бірде-бір ондай плюсқа шықпаған, былайша айтқанда. Бірақ дегенмен де маркетинг жағынан Қайрат командасы өте жақсы жұмыс істеді. Өйткені сол Қайраттың ойындарына барсақ, ішкі чемпионат болсын, Еурокубоктар болсын, сыртында кәдімгі бір футбол мерекесін сезінесің. Ол енді ол жақта жанкүйерлерге арналған керемет шоу программалар бар. Одан кейін жанды дауыстағы жаңағы әндер айтылады. Жанкүйерлер келіп, 1 сағат, 2 сағат бұрын келіп, дайындалып, отбасымен келіп, футбол көріп қайтады. Әрине, бағасы, қателеспесем, шамадан сәл қымбаттау болды Қазақстан чемпионатының өзінде, бірақ соған лайық болатын. Бірақ ең қымбат деген баға билеттің өзі 2000 теңге. 2000 теңге, 2-3 мың теңге. Мысалы, Таразда 500 теңге кіреді, салыстырмалы түрде 4 есе қымбат шығар, бірақ ол алматылық жанкүйер үшін болатын нәрсе ғой. Мысалы, қазақ футболының дүниеге келгеніне бір ғасыр болды ғой. 100 жылдан да асып бара жатыр. Осы 100 жылда біз бір биік белесті бағындыра алмай келе жатырмыз. Бәлкім қазақ футболын жабу керек шығар? Жоқ, енді ондай пікірді мен негізі аса жаратпаймын. Ол футбол деген ол миллиардтардың ойыны ол. Футбол сіз қанша қаламасаңыз да үстіртте балалар әшейін тепкілеп ойнай береді ол. Сондықтан керек, бірақ бұл жерде жаңа Қазақстан деп барлық салада жалаулап жатырмыз ғой. Осыған да жаңа Қазақстан керек. Мысалы, неге біздің командалар мемлекетке сүйене береді? Неге біздің таланттар шықпайды мысалы? Мысалы, Еркебұлан Сейдахмет дейтін бала бар еді. Қазір оның Қайратта жүр, бірақ бар жоғы белгісіз мысалы. Болмаса ондай таланттар өте көп. Мысалы, Тараздан жыл сайын және оңтүстіктен жыл сайын балалар шығады. Мысалы, Тобылда бір Жаслан Жұмашев дейтін бала шыққан еді. Бір жарқ етіп көрінді, арғы жоқ болды, команданың құрамында жүр әйтеуір бірақ. Изат Құлжанов дейтін бала Павлодардан шығып еді. Биыл Ақсудың бірінші айналымында ойнатты Ақсудың құрамында. Одан әумин Аллах акбар жоқ болды. Мәди Астананың құрамындағы Мәдидің фамилиясы кім еді? Иә, Мәди. Мәди дейтін жігіт атын ата бер. Сол да жақсы балған, біздің жастар құрамасында ойнап жүрген жігіт еді. Сол жігіт Астананы керек қылмай, Астана ылғи легионер ғой, өзіңіз білесіз. Сол осы соғыс басталған кезде Украинада Киевте қалып қойыпты, сол жерде волонтер болып жұмыс істеп жүрген мысалы. Қараңызшы, қаншама тағдыр.
соларды футболға бүйтіп дұрыстап бұрып жіберсек қалай болады мысалы? Қазір мысалы Бахтияр Зайнутдинов егер Ресей алып кетпесе, бізде де ол мысалы әшейін босағада қалуы мүмкін еді мысалы, көрдіңіз ба? Сондықтан мұндай нәрседе бізде бір шетін жағдайлар болады. Әйтпесе былай комплекс, кешенді түрде осы таланттарды кезең-кезеңмен топ-тобымен беріп жатқан ешкім жоқ, шыны керек. Мысалы Асқат Тағыберген әшейін құмда өскен бала. Ол барыпта Қайсарда сәл көрініп, одан Тобылға барып, одан қайтадан Астана барып, сөйтіп жүріп кішкене өзін тапты. Қазір Асқат сияқты бізде ортаны ұстайтын ешкім жоқ мысалы. Иә? Енді кім Исламбек Қуат ол байқұста бүйтіп аумалы төкпелі, біресе анаған жақпай қалады, мінезінен біресе мынаған жақпай қалады. Сөйтеді да ол өзін-өзі зиян істеп алады. Аслан Дарабаев қандай талантты ойыншы, бірақ командаға тұрақтамайды. Біресе Каспийде ойнайды, біресе Астанада ойнайды, біресе Тобылда ойнайды мысалы. Көрдіңіз ба? Осы біресе Жетісуда ойнайды мысалы. Жыл сайын команда ауыстырады. Сондықтан осындай бір жағдайлар болады. Шың ашиды қарап отыр. Мен өзі футболдың статистикасын жүргізетін адаммын ғой. Сол жігіттердің аяғы алсын, кім қанша гол соқты, қанша пас бар, бәрі менде бар. Бірақ соңғы кездерде айтайын, 100 гол соғатын қазақстандық футболшы жоқ қазір. Соңғы гол соққан міне кім? Азат Нұрғалиев, қазір 107 ма гол бар. Таңат Нүсірбаев 97 келіп тоқтап қалды. Қазір одан кейінгі 100 гол соғатын кім ғой? Бауыржан Исламхан мен Роман Мұртазаев. Екеуінде де 78-79 голдан. Олар 100 гол соғсын әлі 2-3 маусым керек болды да, көрдіңіз ба? Сонда бізде қазақ футболында мерген жоқ. Ал оны тәрбиелеп жатқан және ешкім жоқ, көрдіңіз ба? Және Роман Мұртазаевымыз да Бауыржан Исламхан ол таза шабуылшы емес, олар жартылай қорғаушы. Шабуылшы жоқ деген сөз сонда бізде. Осы мына алыптар ауылдан шығады дейді ғой. Менің жеке пікірім, жалпы осы футболды көтеру үшін ауылдан бастау керек сияқты. Ауылда, аудандық жерлерде, облыстарда осы турнирлер ұйымдастырып, содан кішкене көзге ілінген жас балалардың бәрін басын қосып, бір үлкен қалаларда ма, соларды тәрбиелесе, мүмкін содан кейін бір нәтиже шығатын шығар. Мына Руслан ренжіме, аузыма қақпағанда айтайын. 1992 жылы Жапонияның футболда біз сияқты болды ғой, әшейін жер бауырлап, өздерімен өздері жатқан. J-лига дегенді құрды. J-лига дегенде мысалы біздің Алматы, Қостанай, Астана, Павлодар, Қызылжар сияқты қалалардан бір үлкен командалар құрды. Йокогама Маринос, Симидзу Эспалс, Токио Верди деген сияқты командалар құрды. Және оған футболдан кеткісі кеп, бірақ үлкен ақша тапқысы кеп жүрген мықтыларды шақырды. Мысалы Иньеста әлі күнге дейін сол жақта ойнайды деген сияқты. Ал оның жетістігі не болды? J-лига 2, J-лига 3 деген төменгі лигалар құрды. Сол жерде мысалы Талғардан бір команда, Қаскелеңнен бір команда, Ұзынағаштан бір команда, Кегеннен бір команда, Андреевка жаңағы Сарқандтан бір команда. Сөйтіп құрып қойды. Мемлекет өзі мүдделі болып. Сөйтіп Жапонияңыз 1998 жылдан бері әлі бірде-бір әлем чемпионатынан қалдырған жоқ, бәріне қатысып келеді. Бір ғана сол ненің реформаның арқасында, мысалы. Демек бізде мысалы аудан орталығы алысқа бармай Қаскелеңнен ашық қойсыншы бізде. Қаншама адам. Қаскелеңнің оған әлеуеті жетпей ме? Былай жетеді. Ұзынағаштың әлеуеті жетпей ме? Жетеді. 1992 жылы Ұзынағашта Аққанат деген команда оған. Сейілді Байшақов ағамыз жаттықтырған. Қазір қайда мысалы? Арман Кентау деген керемет команда болды. Мына біздің Олег Литвиненко бәрілер сол жақтан шықты, жақсы. Қайда қазір? Горняк Хромтау дейтін біздің қола жүлдегер болды. Қайда? Батыр Екібастұз дейтін командамыз бар еді, қазір Ақсудың фарм клубы болып отыр. Болат Теміртау дейтін команда бар еді, биыл құрыды ол мүлде, Шахтердің фарм клубы отыр. Демек біз қайта жасаудың орнында біз құртып жатырмыз соның бәрін. Біз тамырына балта жауып жатырмыз жастардың мысалы. Мен 94 жылы абитуриент болып келдім. Сонда футболды қатты жақсы көретінім сонша, қазір мәжіліс депутаты Жанарбек Әшімжан екеуміз жастар құрамасы дайындалып жатқан кезде орталық стадионға барып тұратынбыз. Сонда мына Алексей Мякишев, Сергей Гарналев, Олег Литвиненко, Руслан Гумар, соның бәрін Сергей Гороховодовский келіп жаттықтыратын. Сонда біз ана ойыншылардың қайдан шыққанын, қай ауылдан шыққанын бәрін біліп отыратынбыз. Қазір ондай балалар жоқ мысалы. Сіз айтқанда ауылда мүлде іздемейді. Ауылдан баланы мүлде іздемейді қазір. Осы міне мен айтып отырған Асқат Тағыберген, болмаса сондай бірдекілі бала шығар ауылдан шыққан. Басқасының бәрі қаладан шыққан. Басқасының бәрі қаладан. Ауылдың балалары арманын әлдилеп жүреді. Мен бір құдды бір керемет қолымнан келетін адам сияқты бірдекілі бала футбол хат жазып, аға мен осындай жартылай қорғаныста жақсы ойнаймын, командаларға айтып көрсін дейді. Командаға айтып көрші, сен құлағына да қыстырмайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан біздің талай талант ауылда өліп жатыр, әлі де өле береді ол. Онда көзқарас, ниет түзу болу керек дейсіз ғой. Иә, және бір энтузиастар болу керек. Бұған бір ғана мысалды айту үшін Шардараны айтайықшы. Бір ғана Шардарадан қол күресінен 100-ден астам әлем чемпионы шығып жатыр. Және арасында қыздар да бар ғой. Иә, қалай бұл мысалда? Ол бір сенсация, бір керемет дүние ғой мысалы. Ал сол таланттарды бұрын ешкім білген жоқ. Кішкене бір мәпелеп, тәрбиелеп еді, сондай мықты жаңағы спортшылар шығып жатыр. Бәлкім мына футболға да сондай көзқарас керек шығар. Енді бірінші кезекте сол мемлекеттің көмегі керек, қолдау керек, ол үшін үлкен реформа керек. Қазақстан футбол федерациясында осы жылдың басында сондай әңгімелер айтылған. Қазақстанның әрбір ауылын аралаймыз, таланттарды жинаймыз, сөйтіп жаңағы қалаға апарып
бапкерлерге жетектеп алып барамыз деп. Бірақ ол жоба қателеспесем тоқтап қалған сияқты. Оның барлығы ақша келіп тіреледі, өйткені мысалға Астана деген команда бар ғой бізде. Қазақстанның 6-7 дүркін чемпионы. Биыл да чемпион болды ғой. Мен сол 4-5 рет команданың марапаттау рәсімінде болғам. Жылдың соңында марапаттайды. Сонда басшылар біз қаланың шетінен жер алып қойдық, болды, келесі жылдан бастап біз үлкен база саламыз, академия саламыз дейді. Бірақ сол бюджеті 30 миллионға дейін барған Астананың әлі күнге дейін өзінің жеке дайындалатын орталық жоқ. Астана арена ол әкімшіліктің қарамағында, яғни Астана былайша айтқанда өз алаңдағы ойындарының өзін былайша айтқанда жалға алып ойнайды. Мемлекеттің командасы. Айналып келген кезде әр команда былайша айтқанда жаңағы сіз айтпақшы бір жыл өмір сүреді ғой. Келісім шартты жаңағы ақпан айында жасасыз да, желтоқсанның 1-іне, 2-сіне жаңағы яғни бүгінгі күнмен ғана өмір сүреді. Осы естеріңіздер ме? Осы бір 10 шақты жыл бұрын ба жасөспірімдерді іріктеп алып Бразилияға оқытамыз деп жіберіп еді ғой. Солардың мықты футболшыларынан сабақ алсын деп. Не болды соның соңы? Ол да жаман болған жоқ, менің ойымша. Тым қатал қараймыз да біз сондайға. Мысалы, бірінші кезекте 26, екінші кезекте 26-52 бала кетті ғой. Соның қазір бір 7-8-і премьер-лигада ойнайды. Бұл менің ойымша жаман көрсеткіш емес. Өйткені оның бәрі футболшы болып кетеді, оның бәрі керемет дегенде ол енді былай футболды білмейтін адамның айтатын да, мысалы. Клерфонтен дейтін, мысалы, Мбаппелер өскен бір база бар қазір. Неде? Антуан Гризман бәрі сол жерде өскен. Соның бәрі талант болып жатқан жоқ қой. Оның үстіне қадау-қадау Мбаппе сияқты таланттар шығып отыр. Бізде неге Оливер Жирудің қайсы? Мен әрине мемлекеттің ол саясатын жақтайын деп отырған жоқпын. Соншама баланы апарып португал тілін үйретіп, ата-анасынан жырақта патсан кезінде былайша айтқан кезде 14 жасынан 17 жасына шейін нағыз қалыптасатын кезде әке-шешесін аулақтатты. Ал бірақ соның ішінде мысалы Берік Шайықов деген жақсы футболшы бар. Қазіргі мына біздің ұлттық құрамада ойнап жүрген Владислав Васильев содан шыққан мысалы. Ауызды қу сөзбен сүрте беруге болмайды. Бірақ шындығында бұл жеміс берген жоқ. Неге? Өйткені жаңағы балалар келді Алматыға, Астанаға. Бәйтерек деген команда құрып берді министрліктің жанынан. Ол бір 3-4 жыл болды да, балалар былайша айтқан кезде үлкен футболға дәл кіргетін кезде ешкімге керек болмай қалды. Ал үлкен футболға кіргетін кезде олар мәпелеу керек қой. Мысалы, Қайраттың академиясы қазір солай. Баланы 12 жасынан бастайды, 9-12 жасынан бастайды. Міне, биыл 20 жастағы Әділет Сәдібеков деген бала бірінші рет Қайраттың құрамына кірді. Рикардо Алвеш, жаңағы Яци Гуральскийлер кеткеннен кейін артқы жартылай қорғаушы позициясына кірді. Сол бала бір жылдың ішінде ұлттық құрамада ойын өткізді мысалы. Демек, кезең-кезеңмен саты-сатысымен дамыттырды. Ал біздікілер келеді да, әлі де өмірге көзқарасы қалыптаспаған, аузының су кеппеген баланы әкеледі да, бүйтіп өмірдің толқынын айдап жібереді. Ал қайсы нәтиже? Сен Оливер Жируге барып келдің дейді да. Бұл ақымақтық таза. Бұл ақымақтық, бұл кәдімгі баланы мен бәріне әйел демеймін. Ішіндегі қадау-қадау жақсы көрінген мысалы Рауан Сарип, иә? Біз оны күйдіріп жандырып жібердік. Ой, Рауан керемет, Рауан бүйтті, Рауан сөйтті. Рауан сөйтті, тізесінің жарақатын алды, болды, қазір футболға жарамай қалды мысалы. Қандай талантты бала еді мысалы. Иә? Анау Владислав дейтін бір бала бар. О бала байқұс келді да, Қайраттың легионерлерімен арадағы аудармашы болып кетті мысалы. Сол жақсы ма мысалы? Өзің сонша мемлекет былайша айтқанда түбіне су құйып өсіресің, ары қарай сен дамуына ешқандай жол ашпайсың мысалы. Болмаса жаңағы кімде ойнаған? Жетісуда ойнаған, әлі де ойнап жүр. Рафқат Аслан деген бала. Қандай жақсы данный мысалы. Денесі физикалық жаратылысы өте жақсы бала. Сол баланы біресе анда тепкілейміз, біресе мұнда тепкілейміз. Қазір қарапайым ғана футболшы болды да қалды мысалы. Соның мысалы қазіргі Қайрат сияқты бүйтіп жетелеп өсірсе шіркін. Клерфонтендегі академия сияқты бүкіл сыртқы әлемнің жаман әдеттерін аулақ қып, міне Мбаппе сен Мессиден кейін әлем чемпионы болуға, әлемнің жұлдызы болуға лайықсың деп бүйтіп қосып жіберсе, мысалы, Мбаппенің асып кеткен істеген жоқ. Ол сондай өзінің талантын дамыта алған бала. Әйтпесе күні кеше Криштиану Роналдумен суретке түскеніне мәз болып жүрген бала ғой былайша айтқан кезде. Бізде сондай балалар бар, өзіміз аңғармаймыз, өзіміз олардың түбіне су құйып саламыз да, енді бір бүршік жауып көрсетеді, қайтадан қара топырақты үстіне қопсытып тастай саламыз болды. Немқұрайдылық көзқарас қой. Немқұрайдылық қой. Бұл жерде жаңа мемлекет көңіл бөлу, мемлекетте қарастырылған ол. Ал сол мемлекеттің ақшасын кім қалай жаратып отыр деген нәрсе ғой. Бұл жерде де жемқорлық бар ғой. Жеке қолға тиген сәтте ақшаның қайда қалғанын білмейсің. Ал Ордабасы командасы 5 миллиард теңге қарыз болғанда не басына күн туды сонша? Қазір Бақтияр Байсейітті іздеу салдырып жатыр. Қайрат Сатпалдыға қатысы бар деп мысалы. Демек ол ақшаны мемлекеттің ақшасын өзі қалауынша пайдаланған. Тіпті неше түрлі адамның ары бармайтын істер істеген дегенді қазір естіп жатырмыз, және бұны эфирге айтудың қажеті жоқ мысалы. Демек ол мемлекет өзінің жеке қалтасы көрген ондай адамдар.
Сөйте тұрамыз да біз неге оңтүстіктен тек қана Елхан Астанов шығады, неге анау шықпайды, неге мынау шықпайды дейміз. Ал биылғы ордабасына қарасаңыз, құрамында Виктор Брага, Батищев сияқты әшейін жүрген легионерлер. Ол Ресейдің премьер-лигасына жарамайды, ол біздің Астанаға жарамайды, ол біздің Қайратқа жарамайды. Не істейді ордабасы? Амал жоқ сондай легионерлерді алады. Кішкене сәл түрін Әділбек Әбдімәжитов дейтін Өзбекстанның бір енді келе жатқан жас баласын алады мысалы. Көрдіңіз ба? Мәжбүрліктен алады да оның бәрі. Өйткені оның бәрі ақырып $10,000, $20,000 ақша сұрамайды, $2,000 риза болады. $3,000 риза болады. Сондықтан амал жоқ. Яғни қазақ футболын дамыту үшін түбегейлі реформа керек қой. Түбегейлі реформа, сосын менің ойымша бір жақсы ниет керек бәрібір. Жақсы ниет керек. Мысалы, ол командалар қазір құдайға шүкір біздің Қазақстан футбол федерациясы немесе кәсіпқой футбол лигасы кедей емес. FIFA-дан ақша түсіп тұрады, UEFA-дан ақша түсіп тұрады дамытуға. Сосын қазір биыл әрбір премьер-лиганың, бірінші лиганың, екінші лиганың командасы жарысқа қосылу үшін төленетін жарна көбейді мысалы. Бұрын 35 миллион болатын, иә, премьер-лиганың. Қазір 50 миллион теңге төлейді мысалы. Ол жаңағы төрешілерге ақша төлеуге кетеді, обслуживающий персоналға кетеді деген сияқты. Ол кететін жер бар. Бірақ $50 миллион теңге бір командадан аз ақша емес қой, өзіңіз қараңызшы. Демек футболды жоғары деңгейде өткізуге болады ғой. Осы жерде бір кішкене таза энтузиазм керек та. Мына өзіміздің мемлекетіміз ғой. Мынаны тонаға жіберсек, қашанғы тонаймыз ба? Тәуелсіздік деген мына қазақтың мемлекетін тонау емес қой, жігіттер дейтін бір жұрт күлетін, бірақ сондай бір бастама керек та. А бізде бәрі тонайды, өкінішке қарай. Бәрі тонайды. Осыған жауап кетесің шыны керек. Егер осы біздің бағдарламамызды Руслан айтайын деп өзіңіз. Айта кетейін деп. Осы жаңа айтып өткен Оле Бразил деген жоба, сәтсіз шыққан жоба деп ойлаймын. Сіз айтып өткен жаңа 7-8 футболшы бар деп отырсыз ғой. Оларды сол 3 жылдан 6 жыл, 6 жыл бойы ол жақта өсіргенше Қазақстанда сол жігіттер ойнаса да Қазақстан чемпионатында ойнай беретін еді. Менің ойымша ойыншыларды емес, шетелден бапкерлерді алып келу керек еді. Мысалға Нидерландыдан өте білікті мықты мамандар бар. Аякс командасын деген сияқты. Солардың бір 5-6-ын алып келіп, Қазақстанның 5-6 қаласында ең болмағанда, академия болмағанда бір орталықтар ашып, сол жақта дайындаса, сол балалар жақсы болып шығармайды деген. Көп нәрсе бапкерлікке де байланысты дейсіздер ғой. Әрине. Бәрі бапкерлікке байланысты. Бәрі. Осы бағдарламаны көріп отырған үкімет мүшелері, шенеуніктері ақылдаса келіп реформа жасаймыз десе неден бастау керек? Жалпы осы қазақ футболының аяғына тұсау болып отырған кедергілерді санап бере аласыздар ма? Қысқа нұсқа. Жемқорлық қой. Жемқорлық. Ары қарай тағы не мысалы? Одан кейін жаңа Исай мырза айтпақшы, ол бірінші кезекте өз елін сүю керек та. Футболды жақсы көру керек, жан ашу керек. Ұлттық рух болу керек. Әр ойыншының бойында, иә. Одан кейін білмеймін, қазақтардың генінде футбол ойнау деген қатты жоқ сияқты, менің ойымша. Баяғыда асық ойнаған азар, топ ойнаған тозар дегендей ме? Сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, Жапонияда 92 жылы J-лига құрылды. Оған дейін Жапония чемпионаты жартылай кәсіпқой лига болған. Яғни әуесқойлар ойнаған. Сөйтіп олар реформа жасап, айналдырған 30 жылдың ішінде қазір Жапония құрамасы әлем чемпионатында топтан шығатын және бір емес бірнеше рет шығып жүрген командалардың бірі болып қалды ғой. Испанияны тізерлететін, иә? Салыстырмалы түрде бірақ Қытай чемпионаты бар ғой. Мысалға, Қытай чемпионатының соңғы 20 жылында жергілікті билік чемпионатты дамытайық, көтерейік, сол арқылы біздің Қытай жігіттері де дамып, әлем чемпионатында ойнайды деп айтты ғой. Бірақ сол 20 жылдың ішінде ештеңе өзгерген жоқ. Қытайдың 15-20 қаласында қазір мықты стадиондар, мықты командалар бар. Тіпті Бразилия құрамасының футболшыларына дейін ойнап келді, әлі күнге дейін. Бар осы 2 жылда ғана қысқартулар болды. Өйткені ешқандай нәтиже жоқ. Әйтпесе халықтың саны 1,5 миллиард болатын Қытай 11 мықты футболшыны дайындамай келе жатыр. 2018 жылы Қазақстан құрамасы мысалы қонақта ұтып кетті Қытайды. Сондай бір деп ойлаймын, бір жағынан қазақтардың бір командалық спорт түрлерінде біздің өкінішке қарай қазақ спортшылары ақсап жатады ғой негізі. Біздің жекелеген спортқа қатты беріліп кеткен. Бір жағынан ол 1 жыл, 2 жылда нәтиже бермеуі мүмкін да. Былай қарап тұрсаңыз, Қытай 20 жыл асып кетті уже. Қаншама ақша салады жыл сайын, бірақ әлі нәтиже жоқ. Сол сияқты Қазақстан құрамасы да менің ойымша жақын арада үлкен додаларда ойнауы екталай деп ойлаймын өзім. Бірақ сонда да үміттенеміз енді. Мен ондай қатты үмітсіз емеспін. Қазақтар өте, мен өзім байқап жүрмін ғой, негізі қазақ өте қабілетті халық негізі. Жаңағы айтып отырғандай, мысалы, ол бапкер мықты болу керек. Сосын бала күнінде алған тәрбие өте мықты болу керек. Мысалы сол Мбаппе деп таңдай қағып отырмыз, Месси деп таңдай қағып отырмыз. Солар кәдімгі 9 жасынан бастап өздерін футболға арнаған ғой. Бүкіл мына бозбалалық қызық-шыжықтан бас тартып,
қанша жүрегі далаға алып ұшып бір қызға ғашық болып тұрса да, менің болашағым осы футболда деп. Бізде сондай жанкештілік бар ма мысалы? Бізде қазақта балалар бір 3 жыл көзге түссе бітті, арғай болды, бар жоғын білмей кетесің. Сондықтан бұл әлгі жаппай құбылыс емес бізде. Жаппай құбылыс болса, бұл дәстүрге айналып кететін еді. Бізде ондай емес. Бізде Бауыржан Исламхан шығады, 4-5 жыл жақсы ойнайды да, арғай допингта ойнап кетіп, 2 жыл жоқ болады мысалы. Бауыржанды ешкім есіне де алмайды. Руслан Валюнин дейтін жақсы жігіт бар еді. Ол да мысалы 2 жыл айыпталып кетті. Кім Айбол Әбікенді 4 жыл айыпта жіберді мысалы. Демек, бізде ішкі тәртіп мәселесінде олқылық бар деген сөз. Футболшылар өздерінің жаңағы тәртібін дұрыс сақтамайды деген сөз. Енді анандай мысалы Сауль Канело Альваресте допинг пайдаланғанда рұқсат бір сырттан жеген еттен деп сылтауратты ғой. Мысалы сондай да сылтау айтуға болатын шығар. Бірақ бұл неге жаппай құбылысқа айналып бара жатыр? Біздің жақсы футболшылар неге допинг пайдаланады мысалы, иә? Осы нәрсені де ойлану керек мысалы, көрдіңіз ба? Бұл жерде біреуге сілтеп отырудың қажеті жоқ. Әркім өзінен бастау керек та. Мысалы, мен статистика жөнінен өзім телеграм каналым бар, болмаса статспорт дейтін сайтым болды. Мен өзімше үлес қосуға тырысамын. Мысалы, осы Русландар болсын, басқалар болсын, менің сол телеграм каналымнан бір деректі пайдаланса, мен осы Русландарға көмектескені үшін өзіме риза болып қаламын да, мысалы. Өткен жолы эфирде отырып Руслан менің кім туралы Айбар Жақсылықов туралы бір дерегімді келтірді. Мен Русланды соны қараған үшін риза болып қалдым да. Демек ізденеді жігіттер. Оны мен саусақ сұрып тапқан жоқ, мен есептеп отырып таптым да мен соны. Сонда мен өз бетімше үлес қосып жатырмын. Жарайды, мен кішкене бір әпенді көрінетін шығармын, бірақ неге әпенділер көп болмасқа мысалы? Иә? Әшейін біреу істеп беретін сияқты біз күтіп жүрміз. Біздің мемлекеттегі адамдардың ең жаман пиғылы сол. Құласа да мемлекет кінәлі, сүрінсе де мемлекет кінәлі, ұйқысынан уақытылы оянбаса да мемлекет кінәлі. Сол өзің мемлекеттің бір мүшесі екенін өзің сезінетін уақыт жетті ғой мысалы, иә? Бізде отырып аламыз да, ой, Атырау командасы бүйтті, Ертіс сөйтті, Ертісті құрдымға кетті, Әбілқайыр Сқақов деген әкім мүлде қараған жоқ, анамына деп кінәлай саламыз. Ал сол жерде Ертістің жанкүйерлері басында дүр етіп бір көтерілді, ары қарай қазір бар жоғы білмейді. Ал Ертіс деген Қазақстанның 5 дүркін чемпионы, бұл Қазақстанның тарихы, қазір ол команда жоқ мысалы үшін. Ал жанкүйер ретінде менің жаныма бата ма? Батпайды. Міндетті түрде батады. Көрдіңіз бе? Осыны сондықтан менің ойымша бұл жерде әрине әділет барман қылып, оның алдындағы Әділбек Жақсыбек бір жақсылық істегісі келген шығар қазақ футболына мысалы. Бірақ оның айналасында мықты энтузиаст жігіттер болмай бәрібір болмайды. Футболды жақсы білетін адамдар болмай бәрібір болмайды. Мысалы әлі күнге дейін қараңыз, бізде қазақ деген мемлекетте отырмыз, футболшылардың арқасындағы жазу әлі күнге дейін орысша мысалы. Латынша немен тұрады мысалы. Орысша транскрипциямен тұрады мысалы. Соны қалайша біз сүйе алмаймыз мысалы, иә? Өмір бойы Сүйеумағанбетов деп сөйледік, Қазақстан құрамасының бұрынғы ойыншысы. Сөйтсе ол Сүйеумағанбетов екен да мысалы. Орысша сую деп айтылғандықтан біз қазақшаны аударылмай Сүйеумағанбетов. Сөйтсек қазақтың әп-әдемісі Сүйеумағанбетов деген. Көрдіңіз бе? Бір ғана нәрсе бізді қалай қатты шатастырады мысалы. Болмаса эфирден Серікжан Мужықов деп айтам, сөйтсе Серікжан звондайды да, бір жігіттер арқылы маған шатады. Есияға Мужиков деп айтсыншы, маған сол ойынға айлы. Мен кішкене мен қазақтың ділімен сөйлеп жатырмын ғой, мысалы. Болмаса эфирден тұрамын да мен Біләл Себайхи деп айтам, болмаса Арсен Бораншиев деп айтам. Сөйтсе маған бір телеарналардың басшылары шығады да, сен неге Бораншиев деп айтпайсың, сен неге Билал Себайхи деп айтпайсың дейді да. Ол менің ділім ғой. Мен өзімше үлес қосып жатырмын ғой бұған. Көрдіңіз бе? Мен энтузиазммен кірісіп жатырмын. Маған кедергі жасамаңдаршы айналайындар. Көрдіңіз бе? Сондықтан әркім өзінің саласын осылай бір жанкештілікпен қорғай алса, ары қарай жылжыса жаман болмайды деп ойлаймын мысалы. Осы жолы мысалы әлем чемпионатын жүргізіп жатырмыз. Хәкім Зиеш десең, бір 15 жастағы балақайлар тұрады да, сен неге хәкім деп айтасың? Ол Хаким Зиеш қой дейді да. Демек оны әкесі айтпаған. Мұғалімі тәрбие бермейді оны. Ол хәкім деп, қазақ Хаким деп ешқашан айтпайды. Хәкім болу керек мысалы. Мысалы қазір мен Ақжелкен журналында істеп жүрмін. Бізде балалардан кеткен Амир деп хат келеді да мысалы. Әмір деп түзетсең бітті бәлеге қаласың. Мен де туу туралы келгенде солай. Демек біздің таза бір дүбәра ұрпақ келе жатыр өкінішке қарай. Бұл дүбәра ұрпақ ертең футболға да спортқа да араласады. Болды сонымен. Не істейміз? Екі қолды мұрынға тығамыз да отырамыз басқа ешқандай жол көріп тұрған жоқпын мен. Бізде қазақ ойыншыларын енді өсіп келе жатқан кезде бақ өкілдері жаза бастайды ғой. Осындай талант пайда болыпты деп. Негізі бір жағынан жаңағы бақ өкілдері де құртатын сияқты. Мысалы қазақтың Месси деп айтамыз, немесе жұлдыз келе жатыр дейміз де. Соны қолдан жұлдыз жасаймыз да. Ол бала оның бәрін естиді, көреді, оны қонақтарға шақырады, сұхбаттарға шақырады. Сөйтіп 1 жыл, 2 жыл деген кезде жаңағы жоғалып кетеді. Еркебұлан Сейдахмет былайша айтқанда көз алдымызда өсті ғой. Көріп жүрдік, бақылап жүрдік. Ресейдегі Қазақстан құрамасымен бірге достастық кубогында көрінді алғаш рет. Сөйтіп барып Италиядағы бір оқу-жаттығу жиындарында бір матчта 4 гол соғып жүрді. Кейін Қайратта ойнады деген сияқты ұлттық құрамада
ең жас ойыншылардың бірі Венгрия қақпасына гол соққан. Сол кезде кәдімгідей қарапайым бала болатын, иә аға деп сұхбат беріп жанып тұрған. Кейін Ресей чемпионатында Болгарияға барып келді, кейін Қайратқа қайтып оралған кезде бала мүлдем өзгеріп кетті де. Және өзіңіз айтып қалдыңыз жаңағы, оны бар жоғы білінбей қалды деп. Қайратта бар, негізгі құрамда ойнамағанда биыл 2 маусым болды толыққанда. Сол сияқты енді шетелде қарасаңыз, мысалға Мбаппенің 12 жасында Мбаппенің сондай футболшы бар екенін біраз адам білген. Әкесі 12 жасынан бастап оның келісім шартына жұмыс істей бастады. Оның трансфер осындай болады. Ол осындай ойнау керек деген сияқты кішкентай кезден бастап қасында жетектеп жүрді. Бірақ бала жанып кеткен жоқ қой. Қазір әлемде ең қымбат ойыншылардың бірі. Және бір матчта 3 гол соғып финалда. Иә. Мықты ойыншылардың біріне, лидердің біріне айналды. Сол сияқты бізде қазақтың ойыншылары мақтауды да көтере алмайтын секілді. Сынағаны былай тұрсын, өйткені әр матчтан кейін тіпті ұтылып қалған кезде сұхбат бермейді біздің жігіттер. Сұхбат беруден қашады. Тек қана ұтқан кезде ғана өздері сұранып тұрады. Ол түсінікті жағдай, сұхбат аласың, бірақ матчтан кейін ұтылған кезде барсаң, қолын бір сілтеп, кәдімгі саған сен ұратындай жағдай болады. Амал жоқ, шетелдік ойыншыларға барасың, жаңағы сербиялық деген сияқты немесе басқа, олар енді кәсіпқой ойыншы, олар түсінеді, амал жоқ, келіп сұхбатын береді. Қазақтың жігіттері матчтан кейін ұтылып қалса, оларды ұстай алмайсыз. Ондай сәтсіздіктерге көрермендеріне біздер де үйренген сияқтымыз, солай болу тиіс сияқты қабылдаймыз да кейде. Енді ауызды қушаппен сөйте беруге болмайды. Мысалы біздің құрама биыл Словакияны жеңді 2 рет, Беларусияны өмір жеңді, тобында бірінші орын алды. Бұл үлкен жетістік былайша айтқанда. Біз бір күнде құдды бір Словакияны, Беларусьті күнде жеңіп жүрген сияқты тоқмелесіп шыға келдік та мысалы. Осындай нәрселерден құралады ғой. Ақырындап құралады. Енді келесі жыл біз Даниямен ойнаймыз Еуропа чемпионатының іріктеуінде. Басқа да мықты Финляндиямен қайта түстік деген сияқты. Енді кезең соларды жеңу болу керек та бізде. Бізде бір бұрқыте қыламыз да, сосын ары қарай қайтадан көрпеміз жамылып. Сол уақытша эффект болған сияқты менің ойымша. Сол уақытша эффект жасамау керек қой соны, көрдіңіз бе? Оны ары қарай кешенді түрде дамыту керек қой. Мысалы, Словакияны қалай жеңдік, қандай психологиялық астары болды осы жеңістің деген нәрсені зерттеу керек те. Және қандай ойыншылар осы тұрып берді, былай жалпақ сөзмен айтқан кезде. Соларды дәлелдеп зерттеу керек қой мысалы, иә? Мысалы, қараңыз, 2018 жылы Франция чемпионатын атты, осы 2022-ге сол 18-дің 8-і барды. 8-і дегеніңіз 24 команданың 3-тен 1-і. Бұл өте мықты нәрсе, 3-тен 1 бару деген. Демек, бұл кәдімгі психологиялық тұрғыдан пісіп жетілген әбден мықты ойыншылар деген сөз. Антуан Гризман, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Уго Льорис, иә, осы ойыншылар емес пе? Демек, олар әбден психологиялық тұрғыдан пісіп жетілген. Бізде маусым сайын бапкер ауысады, маусым сайын жаңа ойыншы алып келеді. Александр Барбюк деген не үшін келгенін білмеймін мен мысалы ұлттық құрамаға. Станимир Стойловқа не үшін бір-ақ жыл берді де қайтадан қуып шықты мен түсінбеймін мысалы үшін. Анау Юрий Красножан дегенге не үшін бір ғана мүмкіндік берді де қайтадан қуып шықты түсінбеймін. Әйтеуір сапырылысады тырысады. Германия құрамасын осы 100 жылдан астам тарихында 7 ғана ма бапкер баптаған. Ал біздің Қазақстан құрамасын 32 жылда айтайын сізге 18-19 бапкер баптады. Осыдан кейін қандай тұрақтылық болады көріңіз? Яғни бізге футбол менеджменті керек қой енді. Міндетті. Осының бәрін зерттеу керек қой негізі. Сұхбаттарыңызға рахмет, істеріңізге табыс тілеймін. Бәріміз дамыған, өркениетті, жақсы Қазақстанда өмір сүрейік. Көп рахмет.